ушундай майрамды доңуздөрдү көтөрүп өлтүрүп берген биздин Жалал Абад шаардык мэриясы Жалал Абад шаарынын мэри. Бүгүн 7 май күнү советтик аскерлердин Ооган жергесинен чыгарылгандыгынын 35 жылдык юбилейине карата Жалал Абад шаарынын 77 Ооган согушунун ардагери орден менен сыйланды. Сыйлыктарды Жалал Абад шаарынын мэри Эринбек Ормоков, шаардык кеңештин төрагасы Нуртилек Орозбаев тапшырып, ардагерлерди советтик аскерлердин Ооган жергесинен чыгарылгандыгынын 35 жылдыгы менен куттукташты. Әрбіріңіздерге денсаулық қалайын, ішіңіздерге игілік қалайын. Арамыздарда өтіп кеткен кішілердің біздің шыққанын ұмытпайсыз, жыл сайын ескересіз, Құрандарды оқып түсіріп тұрамыз. Құдай бұйырса 40 жылдық, 50 жылдық юбилейлік кітаптарды сіздерден жоғы нәсіп еткен осына. Барлықтарға денсаулық қалаймыз, ұзын өмір қалаймыз. Сіздердің тәрбиелеп отқан ол қыздарыңыздарда сіздерге ұқсап патриот болып, Қазақстанымыз үшін, мемлекетіміз үшін, еліміз үшін ақ қызматтарыңыз болып жүре берсіне тілектеспіз. Барлығыңыздарды ұшу 35 жылға бар екендерімен құттықтаймыз. Эскерте кетсек, Ооган согушуна 620 миң советтик аскер катышкан болсо, алардын ичинен 105 жоокер Жалал Абад шаарынан барып, тилекке каршы 17си курман болгон.